әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ғарышкердің ас мәзірі. Сабағымыздың мақсаттары: ғарыш пен жердің тіршілігін салыстырасың, шығармашылық жұмыстар жасайсың. Ойлан. Қалай ойлайсың? Ғарышкердің тағамы қандай болуы мүмкін? Түрі, пішіні қандай болады? Балалар, өз ойларымен бөлісеміз. Балалар, енді оқулығымыздың 33-ші бетіндегі ғарыштағы түскі ас мәтінін түсініп оқимыз. Әркім мәтінді дауыстап, түсініп оқып шығады. Бұл мәтін, балалар, Кеңес одағының батыры Алексей Леоновтың «Мен ашық ғарышқа шығамын» атты кітабынан алынған үзінді. Алексей Леонов пен Павел Беляев 1965 жылы 18-19 наурызда Восход 2 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшады. Алексей Леонов ең алғаш ашық ғарышқа шыққан адам. Сол ерлігі үшін Кеңес одағының батыры атағын алған. Мынау балалар, Павел Иванович Беляев. Білгенге маржан. Ғарышкердің тағамы. Ғарыштық тағам ғарышкерлерге дайындалатын арнайы тағам. Ғарыш жағдайында бұл тағамдар сақтау, пайдалану қиын емес. Тағамдар сықпа құтыға салынған. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Сәуірдің 22-сі, сынып жұмысы, ғарыштағы түскі ас. Ғарышта тамақтану ережесі. Яғни балалар, ғарышта тамақтанудың ережесін құрастырамыз. Енді балалар, салыстыр. Мына кесте бойынша, мәтін мазмұны бойынша ғарыштағы өмір мен жердегі тіршілікті салыстыруымыз керек. Яғни кестеге ғарыштағы салмақ пен жердегі салмақты, ғарыштағы уақыт пен жердегі уақытты, ғарыштағы тағам мен жердегі тағамды салыстырып жазамыз. Жақсы балалар, өз білімдеріңді көрсете біліңдер.